Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 2-ші сыныпқа арналады. Менің сабағым көруден алдын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыз 99-ші сабақ, дара және күрделі зат есім. 64-ші жаттығу, ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік, сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап кене тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, тары піскен соң оны орып жинап алады. Ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр және оларға жауап бер дейді. Екі сұрақ, бірінші және екінші сұраққа сұрақ құрастырдым. Біріншісі, түлкі, тасбақа және кене не тауып алды? Үшеуі тары піскенше қандай еңбек етеді? Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ, жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Қарамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықта дейді. Дара зат есімдерге тары, тұқым, кене деген сөздер жатады. Ал күрделі зат есімге жолдас, тасбақа деген сөздер жатады екен. Келесі тапсырмамыз жаттығу 65-ші жаттығу, жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі көлбақаны аласың ба? Тастақтағы тасбақаны аласың ба? Дара және күрделі зат есімдерді тап. Бұл жерде барлық күрделі зат есім: көлшік, тастақ, көлбақа, тасбақа. Барлығы екі сөзден құралып тұр. Сондықтан бұлардың барлығын күрделі зат есім деп атаймыз. Келесі жаттығуымыз 66-ші жаттығу, жұмбақты көркем жаз. Шешуін тап дейді. Ай далада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Күрделі зат есімді тап дейді. Бұл жерде бұл жұмбақтың жауабы жұмыртқа. Күрделі зат есімді ай дала, аузы мұрны деген сөздер жатады екен. Осылай көшіріп аласыздар балалар. Келесі жаттығуымыз шығармашылық үзіліс. 67-ші жаттығу, ребусты шеш. Шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал. Бірінші сөз жеті, қар, аққу дегенді артқа қ мен у әрпін алып тастаймыз. Ақ болады. Жеті қарақшы. Жеті қарақшы деген бұл жұлдыз аспандағы. Жеті қарақшы аспанның солтүстік жарты шарындағы ең жарық жеті жұлдыз. Жеті қарақшыдағы жерден ең қашық орналасқан жұлдыз. Жеті қарақшыны жер тараптары мен түн мезгілдерін айыруда жиі пайдаланған. Жеті қарақшының ең жақсы көрінетін айлары наурыз, сәуір айлары. Жеті қарақшы республиканың барлық аумағына айқын көрінеді екен балалар. Аспанға қарасақ, жеті қарақшы айқын көрініп тұрады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.